Армысыздар, эфирде Қазақ Ньюс апта, мен Қасым Аманжол. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Беларусь Республикасы Ресеймен арадағы шекарасына кедендік бақылауды қайтарды. Лукашенконың бұл әрекеті Еуразиялық экономикалық одақты ыдыратуы мүмкін бе? Ресейге салынған санкцияларға Қазақстанның қатысы болуға тиіс бе? Астанада аймақтық бақтың алғашқы медиа форумы өтті. Аймақтағы телеарналар мен басылымдардың басты проблемасы қандай? Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы азаматтардың жиын өткізу құқығын қорғайды. Халықаралық ұйымның құқық қорғаушы туралы арнайы хатында не айтылды? Алматыда желтоқсан 86 және Жаңаөзен 2011 құрбандарына құран бағышталып ас берілді. Осы аптада көлігімізге ең көп құятын, елдегі ең өтімді бензин 10%-ға арзандады. АИ 92 маркалы бензиннің арзандау деңгейі әлемдік мұнай бағасының 35-40%-ға дейін құлдырауымен, немесе Ресей рублінің 2 есе құнсыздануымен тең емес әрине. Дегенмен күнделікті тұрмыстағы мұндай атымтайлықты көрмегелі көп болғаны да рас, қуанып қалдық. Ал кей сарапшылар бұл оқиғаға күмәнмен қарайтынын да байқадық. Бізде отын бағасын қалыптастыруда ашықтық жоқ, сондықтан отын құнын көтеруге дәйектер табылады. Және бізде шикі мұнайдың қосымша көлем жоқ. Мұнай өндірісі бізде тоқырап тұр. Міне, 3-ші жыл 82 миллион тонна межеге жетпей келеді. Сондықтан төмендейтін бағаның кез келген уақытта өсіп кетуі де ықтимал. Өзіміз мұнай өндіруде әлемдік алпауытпыз деп мақтансақ та, бар болғаны 17 миллион халқымызға бензин жеткізе алмай қалатын мінезіміз бар ғой. Мәселен, бензиннің 1/3-ін Ресейден алып келеміз. Ал Ресейде батыс елдерінің санкциялар әсерінен рубль құнсызданып, құлдырап барады. Әлемдік мұнай бағасы қанша түссе де солтүстік көршіміз өз халқын арзан бензинмен қуанта алмай отырғаны осыдан. Ал біз болсақ, теңгенің долларға шаққандағы бағамы әзірге тұрақтылау болып тұрғанының арқасында аздаған арзандауларға арқа-жарқа болып жатырмыз. Қайырым берсін. Өкіметіміздің мұндай істерде дербес саясат жүргізгені, көршілерге аянышы оянып, көңілшек болып кетпегені өте маңызды. Әрине, Беларусь Республикасы сияқты Ресеймен арада кедендік бақылауды қайта орнатуға дәттері бара қоймас. Дегенмен біздің билікте ең алдымен өзін сайлап, асырап отырған халықтың жайын ойлауға міндетті сияқты. Ресейге салынған санкциялардан соң Беларусьтің Ресеймен арадағы кеденге бақылау орнатқаны туралы тілшіміз тарқатсын. Батыс пен Ресей арасындағы санкциялар соғысы Евразиялық одақ мүшелерінің достығына сызат түсіргенде, күтпеген жерден Белоруссия Ресеймен шекарадағы бақылауды қайта орнатты. Ресей бұған дейін Белоруссия мен Қазақстанды азық-түлік реэкспортымен айналысты деп айыптаған еді. Батыс пен Ресейдің өзара қақтығысы өткен аптада тағы да жаңа санкциялар тізімімен толықты. Ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ресейдің батысқа кедендік одақ аясында жауап берулері мүмкін екенін жоққа шығармады. Ресейдің батыс санкциясына қарсы әрекетін Қазақстан мен Беларусь қолдауы мүмкін. Себебі кеден одағының құқықтық нормативтік базасы одаққа қатысушыларға үшінші бір мемлекет жасаған экономикалық қысымға бірлесіп жауап беруге рұқсат береді. Жалпы реэкспортқа қатысты қиындықтардың туындағанына біраз уақыт болды. Кәсіпкер Азат Қонысбек 10 жылдан бері Германиядан отандық өнеркәсіпке қажетті бөлшектер тасымалдаумен айналысады. Ол Ресей мен батыс арасындағы жағдай ушыға түссе, шетелден, әсіресе Еуропа елдерінен түрлі тауарлар мен бөлшектер тасымалдайтын кәсіпкерлердің жағдайы қиындайды деп алаңдайды. Батыс елдерінің санкциясы белгілі бір саяси жағдайларға байланысты болып отыр. Оған біздің қатысымыз жоқ қой. Біз Ресейді оны айдап салған жоқпыз. Өздеріне тілеп алған саубасынан сақина тілеп алған өздері. Егер мүлден Германиядан жаңағы өзім айтқан құрал жабдықтарды ала алмайтын болсам, кәсіп мүлде тоқталады. Ол деген сөз банкротқа ұшырайды деген сол болады. Алайда Евразиялық экономикалық одақ комитеті жұмыс тобының мүшесі Геннадий Шестаков кедендік одақ кодексінде жазылған ережелерді алға тартады. Ол ереже бойынша экономикалық одақ мүшелері қиындыққа да, қысымға да бірге жауап беру тиіс. Әрі Қазақстан да Ресей сынды батыстан келетін азық-түлікке, жеміс-жидекке тыйым салса, нұр үстіне нұр болар еді дейді.
Если какой-то из экономик начинает задевать... Бұл экономикалық одақ, демек одаққа мүше елдердің бірінің басына түскен қиындық басқаларын айналып өтпейді. Экономикалық санкциялар үш елге де салқынын тигізетіні сөзсіз. Бізге де дәл Ресей сияқты батыстан тауар тасымалдауды тоқтату керек. Польша алмаларының қажеті қанша, өзіміздің нарығымыз бар. Евразиялық экономикалық одақ 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап өз жұмысын бастайды. Бірақ санаулы күн қалғанда Белоруссияның мұндай қадамға баруы қоғамда түрлі пікір тудырды. Саясаттанушы Досым Сәтбаев мұндай мәселемен айналысатын одақтың өз құрылымдары болу керек. Бірақ неге екені белгісіз, Қазақстан екі ортадағы татуластыру көпірі қызметін атқарып келеді деп таңғалысын жасырмады. Ни Минск, ни Астана не виноваты в том. Астанада Минскте Ресейдің батыс пен қырғи қабақ болуына кінәлі емес. Украинадағы жағдайдан соң санкциялар соғысы басталды. Әрине, Қазақстан Беларусия сияқты қарсы әрекетке бармайды, шекараға бақылау қоймайды. Қазақстан бұл жағдайда сол баяғы ортадағы көпір қызметін атқарады. Кроме этого, Бұған дейінде Белоруссия президенті Ресейге бірнеше рет қыр көрсетті. Ал Қазақстан мен Ресей арасы әзірге қыл өтпестей тату. Бірақ Лукашенконың бұл әрекеті кезекті қойылым деп қабылдайтындар да бар. Және Қазақстан жоқ жерден шу шығаратын Белоруссиядан үлгі алмау керек екен. Своеобразная Бұл Лукашенконың кезекті еркелігі. Бұған дейінде ол бірнеше рет Ресейге мінезін көрсетті. Алайда оның бұл қадамына қарап, Еуразиялық одақтың болашағын жоққа шығарып жатқандарды мүлдем түсінбеймін. Ал Қазақстанға дәл қазір ешқандай артық әрекет жасаудың қажеті жоқ. Еуропа Ресейдің энергетикалық секторына қарсы шабуылды бастап кетті. Технологиялық шектеулерді енгізді. Ресейдің техника және технология шығаратын кәсіпорындарына санкция салынуы Қазақстанға да кері әсерін тигізді. Бірақ экономист маман біз алдағы қауіп-қатерді ескермей әлсіздік танытып отырмыз дейді. Белоруссия бұл жағдайда өзінің жеке мүддесін барынша қорғауға тырысып келеді. Соған орай сыртқа шығарылатын тауарларға шектеу қойылғаннан кейін келісім шарттарға қарамастан күтпеген әрекеттерге барды. Ал Қазақстан болса әлсіздік танытып отыр. Экономист Болат Дүйсенбі Қазақстан Ресейге салынған санкциялардан қашып құтыла алмайды деп санайды. Себебі Ресей ешқашан Қазақстан мен Белоруссияны тең серіктес санаған емес деген ойда. Ресей ешқашанда басқа қосылып отырған Беларусьті алсаң да, Қазақстанды алсаң да, өзін тең дәрежедегі серіктестігі де отырған жоқ. Сөз жүзінде тең дәрежелікті серіктестігі отырып, іс жүзінде әрқашанда бұл өз мемлекетінің өздерінің тек қана мүддесін қорғайды. Сол мүддесін қорғау, жалғыз қорғау емес, бұл жерде үстемдік жүргізу. Әлемдік сарапшылар Еуроодақ пен Ресей арасындағы жағдайға батыстың өзде алаңдаулы екенін айтады. Бұл әлем елдеріне де кері ықпал етті. Грекия Ресейдің бір ғана ауыл шаруашылығы тауарлар импортына салынған тыйымнан $180 миллион шығын көрген. в целом, эти санкции, конечно, вызывают... Жалпылай алғанда бұл санкциялар алаңдаушылық тудырады. Біздің теңгемізге қысым жасалса, ұлттық банкке теңге бағамын төмендетуге тура келеді. Егер мұнай бағасы көтеріліп, рубль құласа, онда Қазақстан бюджетіне аса ауыр соқпайды. Ал егер екеуі де төмендесе, біздің ұлттық банкке оңайға соқпайын деп тұр. Придется. Ресей мен Беларусь арасында экспортқа қатысты дау бірнеше айға созылып келеді. Негізінен Ресей билігі экспортқа жол берді деп біздің елді де айыптады. Белоруссия тарабы Ресей Еуразиялық одақты өзінің геосаяси мақсаттар үшін қолшоқпар ретінде пайдаланбау керек. Батыс пен арадағы мәселені өзі шешсін деп шорт кесті. Ал Қазақстан әзірге ешқандай мәлімдеме жасай қоймады. Арман Асқарұлы, Гүлназ Сатыбалдықызы, Юрий Проводин, Арман Досанов, Қазақньюс апта, Алматы. Еуразиялық экономикалық одақ әубастан аты айтып тұрғандай, тек қана экономикалық одақ деген сөзді қайталаудан біздің билік жалыққан емес. Алайда өмір көрсетіп отырғандай, саяси себептердің соңы экономикалық санкцияларға ұласады екен. Бір елдің екіншісіне ықпал етуінде экономикалық қысымнан өзге құрал қалмайтынын көріп отырмыз. Әрине, қару ала жүгіретінін, соғыс ашып жалау желбіретіп, аймақтарды басып алатын кей елдерді айтпағанда. Ал ондай тәртібі нашар, санкцияларға ілінген елмен экономикасын, тариф саясатын ортақтастырып тастағандар жалтақтап отыратыны анық. Мәселен, кедендік экономикалық тарапта ғана емес, ақпараттық идеологиялық бағытта да жалтаң көзге айналғанымызға көп болды. Елдегі бақ, олардың аймақтардағы дамуы, халыққа шетелдік емес, отандық өнім ұсына алуы өте маңызды. Өткен аптада таң телеарнасы мұрындық болып, самұрық қазына әл-ауқат қорының бас демеушілігімен
Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының алғашқы медиа форумы Астанада өткен еді. Тілшіміз Гаухар Тұрсынбектің сюжетіне назар салыңыздар. Шараға еліміздегі қоғамдық саяси өмірге белсенді атсалысып жүрген азаматтардың қатысып жатқаны белгілі болды. Алайда бас қосуға арнайы шақырылған ресейлік РЕН-ТВ телекомпаниясының бас директоры, сол арнадағы апталық бағдарламасының бұрынғы жүргізушісі Марияна Максимовская келе алмай қалды. Танымал тележүргізушіге сол күндері Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведев пен Мәскеуде өтетін телекөпірге дайындалу қажет болған. Өзі келмесе де ол қазақстандық әріптестеріне шараға қатынаса алмау себебін түсіндіріп, бейне жолдау жолдады. Я очень хотела попасть в Казахстан. Мен жедел дамып жатқан Қазақстанға барып, түрлі бұқаралық ақпарат құралдарының билік, бизнес, қоғаммен қарым-қатынасын өз көзіммен көргім келіп еді. Бізде Ресейде бұл жағынан проблемалар бар. Өз басым тәуелсіз баспасөзсіз, ешбір ел тәуелсіз бола алмайды деп ойлаймын. Максимовскаяның бұл ойы шараға қатысушылардың пікірмен астасып жатты. Мәселен, аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары бәсекелестігі жағынан республикалық ақпарат көздерінен кем емес. Себебі кейбір өңірлік басылымдардың сайттарына кіретін азаматтардың саны республикалық ақпарат құралдарын пайдаланушылардың санынан асып кететін жағдайларда кездесіп жатады. Іс-шараға қатысушылар саладағы жетістіктермен қоса проблемаларға да тоқталды. Сегодня мы видим, что региональные СМИ. Бүгін біз аймақтық бақ Қазақстанда үлкен рөл атқарып отырғанына куә болып отырмыз. Түрлі мәліметтерге жүгінсек, өңірлік ақпарат құралдарына кіретін азаматтардың саны көптеп қаржы бөлінетін алпауыт мемлекеттік бақ сайттарына кіретін азаматтардың санынан әлдеқайда көп. Сарапшылар қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестікке қабілеттілігіне де тоқталды. Отандық ақпарат көздері өндіріп отырған контенттің саны мен сапасы жөнінен ресейлік ақпарат құралдарынан кейін қалып отырғаны да жасырмады. Медиа сала майталмандары отандық журналистиканың басты проблемалар ретінде бейқамдық, ішкі цензура және шенеуніктердің журналистермен байланысқа бармауын атап өтті. Осы орайда ақпараттық қауіпсіздік өзекті болып отыр. Мы постоянно чего-то боимся. Біз әрқашан бір нәрседен қорқып жүреміз. Менің ойымша, осы мәселелер еліміздегі ақпараттық қауіпсіздікті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Біз көрермендеріміздің сенімінен шыға білуіміз керек. Егер біздің оқырмандарымыз бен көрермендеріміз бізге сенсе, бұл мәселе көтерілмейді. Сондықтан қазақстандық масс-медианың мықты болғанын қалаймын. Отандық бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы проблемалар мұнымен шектеліп қоймайды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Рахым Ошақбаевтың айтуынша, кейбір мәселелерге қатысты отандық ақпарат таратушы мамандар енжарлық танытады. Осы тұрғыдан алғанда өзекті жаңалықтарды қазақстандық емес, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біліп жататынын да жасырмады. Украинадағы жағдайдың қалай таратылғанын ол мысалы ретінде келтірді. Мен мысалы Украинадағы жағдайға тоқталғым келеді. Ресейлік бақ талқылап жатқанда біздікілер ол жайында тіс жармады. Мәселенің бәрін шетелдік ақпарат көздері арқылы біліп отырдық. Сонымен қатар елімізде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы шетелдің саясатын жүргізетін жайттар да кездеседі. Шымкенттен шыққаннан кейін Қазығұрттан бастап, арғы Ташкент, Өзбекстанның шекарасына дейін баратын болсаңыз, сіз Өзбекстанның телеарнасы мен Өзбекстанның радиосының саңқылдап тұрғанын естисіз. Өзбекстанның саясатын жүргізіп отырады. Осы мәселені кезінде депутаттар арқылы да, парламент мәжілісінің депутаттары арқылы да көтерген болатынбыз, бірақ осы мәселе әлі күнге дейін шешілген жоқ. Қатысушыларының пікірінше, саладағы кадрдың тапшылығы да басты проблемалардың біріне айналып отыр. Масс-медианың алдында білікті мамандарды даярлау сынды өзекті мәселелер тұр. Себебі телевизиялық майданның жауынгерлерін дайындау ерте ме кеш пе өз жемісін береді. Айта кетейік, кадрлардың жетіспеушілігі Қазақстанда ғана емес, көршілес Ресейде де туындап отырған көрінеді. И тут уже, конечно, дело за государством, да? Мұны енді мемлекет шешуі тиіс. Өкінішке қарай біздің білуімше Ресейдегі интерньюс жабылып қалған. Қазір Томскідегі ТВ2 сынды телекомпаниялардың жағдайы мүшкіл. Ендігі тақырып мемлекетпен бақ қарым-қатынасы. Ол федералдық және шетелдік бақпен күресудің бірден бір жолы. Сонымен қатар қатысушылар контент мәселесін де қозғады. Себебі сапалы контент құру мен бәсекелестікке түсу үшін қомақты қаражат қажет. Ал қаржы рейтингті назарға ала отырып бөлінеді. Алайда баға жарнама берушінің көзқарас тұрғысынан ғана есептеледі. Түптеп келгенде жарнама берушілер ауыл тұрғындарының пікірмен санаспайды. Это же проблема сегодня. Осы проблема ғаламторға да әсер етіп отыр. Бүгінгі таңда мемлекеттік тапсырыс пен қаражаттар рейтингісі жоғары сайттарға кетіп жатыр. Біздің есептеуіш құралдарымызды көрсек, алғашқы 25 сайттың қазақ тіліндегі нұсқасы жоқ. Алайда ақпараттың 80%-ын қазақ тілді оқушылар мен студенттер тұтынады. Яғни ғаламтор олардың ойын назарға алмайды. Отандық телеарнаға көрерменнің сенімін арттыруды Алма ТВ алғашқылардың бірі болып қолға алған көрінеді. 2015 жылдың қаңтар айынан бастап кабельдік оператордағы телеарналар қатары өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарымен
ақпаратымен толықтырылады. Яғни компания аймақтық телеарналарды тегін таратады. Алайда тізімге қандай каналдардың кіретіні туралы шешімді кәсіпорынның өзі қабылдайды. Бұған бірнеше себеп бар. Шешімді өзіміз шығарамыз, алайда ол біртіндеп жүзеге асырылады. Бірақ тегін тарату жөнінде шешім шығарылды. Бұл қайырымдылық емес, бұл біздің ақпараттық кеңістігімізге қамқорлық. Орал қаласынан келген ТДК телеарнасының ақпараттық сараптамалық бағдарлама директоры форумның аймақтық ақпараттық құралдар үшін маңызы зор дейді. Себебі мұндай шараға қажеттілік талайдан бері туындаған. Региональные СМИ зачастую мы сами в себе. Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары өз проблемаларымызды өзіміз шешуге тырысып жүретінбіз. Қазір біздің ойымызды тыңдатуға мүмкіндік туды. Алма ТВ өз кабельдік желілерінде аймақтық бақты тегін орналастыратынын айтты. Бұл біз үшін үлкен көмек. Кадр мәселесі де өзекті. Аймақтарда білікті мамандар жетіспейді. Осы орайда біздің тілшілерімізге тегін курстар ұйымдастырып, сол жағынан қолдау көрсетілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Масс-медиа саласындағы сарапшылар ақпараттық қауіпсіздікті сақтау үшін ең алдымен өз тілшілерімізді оқыту, қаражатты бұқаралық ақпарат құралдары арасында тең бөлу керектігін алға тартты. Сонымен қатар кәсіби түрде дайындалған ақпаратқа толы мазмұнды контент құру керектігін айтты. Осы орайда Алматыда 3000 шаршы метрлік арнайы студия павильонды салу жөніндегі келісімге келді. Бастысы, мұндай алаңды тек республикалық емес, аймақтық ақпарат көздері де пайдалана алады. Форум аясында халықтық IPO бағдарламасының нәтижесі шығарылып, мастер-класстар өткізілді. Айта кетейік, телеарнасының ұйымдастыруымен самұрық қазына демеушілік жасаған аймақтық бұқаралық ақпарат құралдар форумы енді тұрақты түрде жыл сайын өткізілмекші. Гаухар Тұрсынбек, Виктор Гусь, Мұратхан Қызбалаев, Қазақньюз апта, Астана. Медиа форумда көптеген жүйелі мәселелер көтерілді. Аймақтар арасында ең алғашқылардың бірі болып, сандық форматқа заманауи жүйеге өткен оңтүстік қазақстандық жекеменшік Елнұр телекомпаниясының басшысы Еділбай Беркінбаев мырзамен сұхбаттасқан едік. Қарай отырыңыздар. Едеке, мынау аймақтық бақтың Қазақстандық форумына келіп қатысып отырсыз. Жалпы осы Қазақстандағы аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының ең басты деген проблемаларын атап бере аласыз ба? Жалпы бүгінгі форумның өзінің алып отқан, көтеріп отырған мәселесінің өзі, тақырыбының өзі Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарын, аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарын басын қосып форум өткізіп отырды. Бұндағы өте бір тамаша нәрсе, бізді басымызды қосып Астанада осы аймақтық телеарналардың проблемаларын ортаға салып, осының шешу жолдарын қарастырып отыр. Сіздер сол аймақтың өзінде жұмыс жасап жатқан азаматтарсыздар. Жалпы аймақтағы осы бақтар өзін қандай мәселеде бір әлсіз сезінеді деуге бола ма? Қандай мәселеде олар қиналады деуге болады? Әр кезеңнің өзінің проблемалары бар. Осыдан бір 5-10 жыл бұрын проблемамыз бізде цифрға қайтып көшеміз, бір тұман болатын тұғын. Қазір мінекей цифрлық форматқа көшу басталды. Осы форматқа көшу. Осыған көшкен кезінде біз қалай болар екен деп ойладық. Жоқ, оғанда міне бисмиллахи бастап жіберді. Цифрлық форматқа көштік. Аймақтық телеарналардың ішіндегі алғашқылары сіздерсіздер, жекеменшік компаниялар ішінде. Біріншіден ол бірінші болу барлық уақытта ол қиын болады әрине. Бірінші болып өту. Дегенмен де оның біз нәтижесін көрдік. Сонымен қоса енді біз өзіміздің беріп отырған хабарларымыздың сапасын, былайша айтқанда контенттің сапасын көтеру керек. Себебі бұл бәсекелестік ортаға біз дайын болуымыз керек. Сапа деген сөз ол. Көрерменге, ол көрерменнің қолында қазір пульт бар, кез келген каналды ауыстырып жібере салады. Қаншама каналдар тұр. Оны ұстап тұру үшін біз сапалы көрерменнің деңгейіндегі, сұранысындағы хабарларды жасап отыруымыз керек. Ал оны жасауда қандай мәселелер бар сіздерде? Оны жасауда осы Алматы мен Астанадан кейінгі ең бәсекелестік шарықтап тұрған орта ол Шымкент болар, сіздердің аймақтарыңыз. Біріншіден енді оны анықтайтын бірден бір көрініс, ол жарнама, көрермендер. Көрермендердің саны көп болған сайын телеарнаның да мүмкіндігі жаңағы қаржы жарнама көздері көп келеді. Мүмкіндіктері арта түседі әрине. Проблема біздерде енді осы жарнаманы қалай ұйымдастыру, қалай беру. Жарнама берушілерді қалай тарту керек. Жарнама берушілер қашан береді? Қай уақытта сенің рейтингің жоғары. Рейтингін салыстырып отырып береді. Оның бәрі айналып келгенде қаржыға кеп тіреледі біріншіден, екіншіден кадрға кеп тіреледі. Ол хабар жасағың келеді, идеялардың барлығы бар.
хабар жасау үшін кадр керек. Кадр жасайын десең, қаржы керек, ұстап тұру үшін барлығында. Кадр мәселесі журналистерді жалпы дайындау енді қиындау үшін айтқан кезде, кадр мәселесі деген кезде дайын журналисті тауып алудың өзі қиын. Қалыптастыруың керек. Оған уақыттар кетеді. Оқып келген, жоғарғы оқу орнын бітіріп келген журналистер бір көретін кемшілігіңіз немесе бір қиындық қандай? Мынау сауаттылығы. Мынау жазуға дейді ғой, сауаттылығы, соны кейін сөйлеудің сауаттылығы, соны кейін сөйлеудің жұтаңдығы көп жағдайда осы жақтарынан проблема көп туындайды. Ойын жеткізе алмайды. Журналистика факультетін бітіріп келген журналистеріміз де бар. Көп жағдайында келеді да, оларды да қайтадан даярлауға тура келеді. Осы өзіңіз жұмыс жасап жүрген аймақта, көптеген басқа да телеарналар бар. Олардың ортасында бір бәсекелестік сақтап, жарнама нарығында бір өз орнын алып отыру үшін компанияда бір ең басты бір өзіңіз қойып отырған шарттар бар ма? Мысалы сіздің компанияңызда қалай сіз сапалы маманды тарта аласыз? Біріншіден оған біздің телеарнаның таралу ауқымы кең болған сайын оған журналист қызығады. Себебі оның көрермені бар ғой. Көрермені көп. Екіншіден соны маманды тарту үшін біріншіден біз осындай аумақта тараламыз. Осынша көрерменіміз бар. Енді бізге жұмыс істеуіңізге мүмкіндік бар. Сізге журналистке мынандай болады, талапты қоятынымыз. Саған осынша қаржы беремін деп айту қиын. Бірінші ол журналист сол берем деген қаржыңа сәйкес келу керек. Себебі ол бірінші көзіміз ол журналист бізге табыс әкеле ала ма? Ол журналист рейтингімізді көтере ала ма? Рейтингін көтеру ғой. Шын мәніндегі қаншама кадрлар дайындадық, өсті біздің аумақтық деңгейде. Келіп қазір республикалық арналарда жұмыс істеп жатқандары бар. Енді әрине тұрақтап сені ұстап қалу, қатып қалу енді ондай ұстай алмаймыз ешкімді. Едеке, сіздердің телекомпанияларыңызда мысалы жаңалықтар қызметі бар ғой, Иә, жаңалықтар қызметі бар. Жалпы жаңалық берген кезде, соңғы кездегі бір тенденциялар, бір жеке оқиғаны, бір отбасындағы оқиғаны, немесе бір жол апатын дейік, немесе тағы да бір жеке бір өмірде болып жататын бір қайғылы жағдайларды, адам шошитындай бір оқиғаларды ең басты оқиға ретінде көрсетеді. Ең басты жаңалық ретінде көрсетіп жатады. Осы тенденция сізге қалай әсер етеді? Мен өзім жалпы журналист ретінде осыған ойланып отырмыз да, жалпы жаңалық дегеннің не екенін мәнісін түсініп алу керек. Жалпы өзіміздің ата дәстүрімізде бұрыннан келе жатқан ағайын жаңалық дегенді шүйінші хабар деп естиді ғой. Жаңалық деп сұраған кезде. Біз жаңалық дейміз де бірінші қайғылы оқиғалардан біреу жаңағы бір үлкен этаждан секіріп кетіпті, біреу өртеніп кетіпті, біреу өлтіріп кетіпті, пышақтап кетіпті дегеннен бастап барып осындайға бір құмарлық пайда болды. Ол жаңалыққа жатпайды менің ойымша. Ол оқиға, орын алған оқиға. Жаңалықты табудың өте қиын, жалпы алғанда. Алашейін кез келген жерде оны жаңалық деп табатын болса, ол жаңалыққа жатпайды. Ғылыми табыс жасалмайды. Жоқ, ғылыми табыс деп жатқаным ол енді оған келмейді ғой. Ауылдың өзінде жаңалық табуға болады. Жаңалық мінекей бір кез келген істің бір нәтижелі берген жаңалық деп керек та. Соны жаңалық етіп беру журналистің шеберлігіне байланысты. Бұлайша қарағанда қарапайым халық болып көрінеді, диқан жалпы. Өсіріп жатыр дек, бір өзінің бір мақтасын өсіріп жатыр. Қалай оны жаңалыққа айналдырып керемет қылып беру біздің кәсіби деңгейлігімізге байланысты. Жекеменшік телеарна, аймақтағы телеарна, жергілікті билік орындарымен қарым-қатынасын қалай қойғаны дұрыс? Сіздер мысалы мемлекеттен қаражат аласыздар ма? Және қаражат алғаннан кейін оған өздеріңізді қарыздар сезініп, биліктегі қандай да бір кемшіліктерді көрсетпей қалу деген сияқты жағдайлар бола ма? Тәуелсіз каналдар деп айтып жатады ғой. Ол дегенде дұрыс емес. Біз барлығымыз мемлекеттік арна болып есептелеміз. Себебі мемлекеттің лицензиясымен жұмыс істеп отырмыз ғой. Бізде, мысалы, мен өзім жеке басымда әкімшіліктен бір жерден мынаны былай етіп бер, мынаны үйтіп бер, неге бүйтіп бердің демейді. Мен заң бар. Сол деңгейде сынайтын кездері болады. Кемшіліктерді көрсетіп, сынап отырып, бір жақта емес, екі жақтардың қарап отырып, көрсетіп, оны шешімін көрерменге тастап қойып отыру керек. Жергілікті билік тарапынан ондай бір нұсқау көрмейсіз, иә? Жоқ, ондай нұсқау көрген емеспін. Себебі сондай нұсқауды көрмей жұмыс істеудің өзі журналистік шеберлікке жатады. Оны айқайды шығарып, айқайлағаннан ол жаңа болмайды.
айқайдыдық, проблеманы да көтере отырып, мәселенің шешу жолын әкеліп тіреп қойып, көрерменге беріп қойсаңыз, міне көрініп бәрінде көтеріп отырады. Оған билікте ештеңе айта алмайды. Екінші жақта айтып отырады мәселені көтерген журналистің шеберлігіне, телеарнаның көзқарасына байланысты. Жалпы аймақтық жекеменшік телеарналарды жергілікті билік қаржыландырып, оның шығынның бір бөлігін көтеру керек пе мемлекет? Әлде ол өз бетінше өмір сүріп, өз бетінше бір нарықта, жарнама нарығында өз бетінше өмір сүріп күн көру керек пе? Жалпы біз өзіміз мына қазақстандық нарықта, Қазақстан телевидениені жалпы көп араласып жүрміз ғой. Мынау ассоциациямыз бар. Өші жүргенде барлық телеарналардың өзіміздің жекеменшіктегі тыныс-тіршілігінен хабарын берді деп айта аламын. Жалпы алғанда мемлекеттің қолдауынсыз біздердің қазір аяққан тұрып кетіп барып, өз бет керек жоқ маған мемлекетті тапсырсын дейтін каналдар жоқ. Мемлекеттің қолдауымен тапсырысын ала отырып, дамуға болады. Ал мемлекетті тапсырысты орындай отырып, біз халықтың сұранысына ие болуымыз керек. Ол мемлекет дегеніміз ол халық қой. Халықтың табысына отырып, сондықтан халыққа жұмыс істеуді үйренуіміз керек қой. Аймақтық бақ сол халықтың бір айнасы болу үшін не істеу керек? Ең басты бір 3 шартты атап бере аласыз ба? Біріншіден заңның төңірегінде жұмыс істеу керек, бізде заң жұмыс істеу керек, заңды бірінші қою керек. Екінші, телеарна солқылдақ болмауы керек. Телеарнаның әр телеарнаның өзінің бір бағыты бар. Сол бағытында ұстап отырса, көрерменді алдай алмайсыз. Үшіншіден, сол телеарнада жұмыс істейтін кадрлар шебер болу керек. Кадр мәселесі шешілген болу. Кадр көп нәрсені шешеді. Сонда бәрі үйлесіп келген кезде телеарнаның табысты болуына үлкен ықпалы бар. Ол телеарна табысты болды деген сөз. Біздің ақпараттық кеңістігіміздегі ақпараттардың шынайылығы халыққа келеді да, ол жұмыс істеуіне біздерден алады ғой. Ақпаратты бізден алады ғой халық. Телеарна қалай бересің, қалай бағыттаймыз, содан артып анализ жасап отырады елдегі жағдайды. Сондықтан аймақтық телеарналардың қажеттілігі өте маңызды. Рахмет сұхбатыңызға. Компанияларыңыздың дамып, өсіп өркендей беруіне тілектеспіз біздер. Рахмет. Қазақстанда адам құқығы Еуропадағыдан да артық қорғалады деген сөзді билік тарапы талай рет айтты. Жүздеген ұлт өкілдері мен жүздеген діни бірлестіктерді тіркегенін, олардың тату-тәтті бір елде ғұмыр кешіп жатқанын қайталаудан танбайтын біздің шенеуніктер осы аптада халықаралық аса беделді ұйымнан ескерту алды. Қоғам белсендісі бейбіт митингке шыққан үшін заңсыз жазаланған. Бақытжан Төреғожинаның сауалына қатысты Біріккен ұлттар ұйымынан осындай жауап келді. Төреғожина өз хатында 2010 жылы 11 наурызда Алматыда Махатма Ганди ескерткіші жанында құқық қорғаушылар күніне орай бейбіт митингке шыққанын айтады. Және содан кейін әкімшілік жауапқа тартылып 40 айлық есептік көрсеткіште айыппұл төлеген. Бақытжан енді Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның хатына сүйене отырып, әкімшілік сот үкімін жоққа шығаруды талап етпек. Гүлжанат Пірімбеттің сюжетіне назар салыңыздар. Бақытжан Төреғожина 2010 жылы қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен әкімшілік жауапқа тартылып, 40 айлықтық есептік көрсеткіште айыппұл төлеген болатын. Құқықтық орган әрекетін заңсыз деп қағазға түсірген белсенді Біріккен ұлттар ұйымынан араша сұраған еді. Араға 4 жыл тастап, аталмыш ұйымның адам құқықтары жөніндегі комиссиясы Бақытжан Төреғожина заңсыз жауапқа тартылған деген тоқтамға келген. Но наши дальнейшие действия – это отменение решения суда. Алдағы уақытта маған шығарылған сот үкімін жоққа шығаруды талап етеміз. Осыдан кейін Алматы қаласы әкімдігі мен Ішкі істер департаментін сотқа берем. Соңынан қаржы министрлігіне шағым түсірем. Ол жерден менің құқығымды қорғауға кеткен шығындарым мен моральдық өтемақы талап етемін. Сондықтан мен қанша уақытқа қамайсыңдар? Жоқ, қамамаймыз аға. Қамайсамайсыңдар ма? Қазақстан Республикасының халық ақыны Мұхтар Шаханов та соңғы жылдары тіл акциясына жергілікті Алматы әкімдігінен рұқсат ала алмай жүр. Бұған дейін наразылық акциясына қатысып, жауапқа тартылып, айыппұл да төлеген болатын. Бірақ ақын айыппұл мен жауапқа тартылуларды кедергі санамайды. Өткен жылда біз тәуелсіздік алаңына бардық, желтоқсан ескерткішіне гүл қойдық. Міне биыл да сол ісімізді жалғастыратын шығармыз. Егер ол ісіміз үшін бізді жауапқа тартатын болса, көре жатармыз.
Төреғожинаның бұндай белсенділігі баршаға бірдей ұнап отырған жоқ дегендер де бар. Біріккен ұлттар ұйымы қашан Қазақстанның ішкі мәселесін шешкен еді дейді қоғам белсендісі Магдалена Таксиди. Оның сөзінше Төреғожина сол 2010 жылы митинг бойынша елді арандатқаны үшін әділ жауапқа тартылған. Это не что иное, как Төреғожинаның жасап жатқандарының бәрі өзіне жарнама. Бұл құжат ешқандай да оның құқығына қосымша үстемдік бермейді. Бұрынғы бас прокурор Жармахан Тұяқбай бейбіт митингілер бойынша заңгер ретінде әкімдік шенеуніктеріне заң бойынша шешім қабылдау құқығы берілгенін айтады. Қазақстан азаматтары халықаралық заңдық ұйымдарға жүгінгенімен тура қазір олар қарайтын мәселе бөлек. Себебі дағдарыстар мен геосаяси жағдайларды басты назарда ұстап отырған Біріккен ұлттар ұйымы азаматтар құқығы бойынша Қазақстанда өзгеріс орната алмайтынын айтады. Конституцияның өзінде осы азаматтық құқықты іске асыру бағытында демонстрация митингілер өткізу жайындағы нормада жаңағы сол митинг, демонстрация, шерулер өткізудің реттеу төменгі заңдармен реттеп жазылып қойған. Шектеулер, рұқсат етпеулер, солардың тыйым салу, соның бәрі жаңағы төменгі заңнамаларда нормативтік құқықтық актілерде толық көрсетілген. Құқықтық органдардан өзін қорғауға кеткен 10 миллионға жуық теңгені өндіріп алуды көздеген Бақытжан Төреғожина бұл іске 2015 жылдан бастап кірісуді жоспарлап отыр. 2010 жылғы сот үкімі заңсыз деп табылса, Алматы ішкі істер департаментін өзін жауапқа тартқан прокурорларды бөлек сотқа бермек. Гүлжанат Пірімбет, Серік Қаржабаев, Қазақ Ньюс, апта. Соңғы жылдары елімізде бейбіт митингіге шығушылар да, шақырушылар да көп болды. Мыңдап, 10 мыңдап ереуілдеген жұрт байқалмаса да, бірдекілі, кейде ондап жиналған азаматтар өздерінің конституциялық құқықтарын қорғауға тырысып жүр. Әртүрлі деңгейдегі әкімшілік, қылмыстық соттарда қаралып жатқан азаматтар құқығына қатысты істерде баршылық. Сондай бір сот үстінде жемқорлықты әшкерлеймін деп айыпты болған, жазасына қомақты қаражат төлеуге мәжбүр етілген белгілі азаматтық белсенді Мұсағали Дуанбеков. Қоғам белсендісі экологпен болған сұхбатымызға кезек берейік. Мұсеке, осы жақында сізге қарсы моральдық шығын талап етіп, 92 миллион теңгелік моральдық шығын сұрап сот процесі өтті. Бір жеке азаматтармен арада сіздің араңызда осындай бір сот процесі өтті деп естідік. Жалпы осы жағдайдың қоғамға қандай әсері бар? Бұл не оқиға? Себебі қандай? Бір қысқаша айтып өтсеңіз. Енді жалпы бұл мәселе менің өзімдің осы бүгінгі қоғамдағы орным, қоғамдағы істеп отқан қызметіме байланысты. Жемқорлыққа қарсы комитеттің 3 жыл болды жұмыс істеп отқанына, соған қатысты бір кісілер келіп дау-дамаймен маған өтініш жасады. Бізді сотта қорғаңыз деп. Мен олардың соттарына барып қатыстым. Бұл Қытайдан келген азамат, оның осы жердегі Қазақстанда 2 завод ашып, сонымен жаңағы бізде Қазақстанның салық жүйесі бойынша жұмыс істемеу. Әсіресе мысалға сол Қытайдың өзі Қытайдан келіп қазақтарға сондай қиянат жасап отқаны мені әден жүрегіме батты да. Мен ол іспен тікелей араласып кеттім. Шетел азаматтары осы жерде кәсіпкерлікпен айналысқан. Қытайдың азаматтары, Қазақстанның азаматтары, Қытайдың азаматтары қазақ қызбен тұрмысқа тұрып, осы жерден заводтарды ашып, бейберекет жаңа салық төлемей, НДС, жаңағы экологиялық салықтар төлемей, жаңа 5-6 жыл миллиардтаған пайда тауып, сол жаңағы өзінің шофырына ақшасын бермей, соны қудалап, екі ортада қарыз қылғанның маған әбден намысыма тиіп кетті. Мен сол мәселемен айналысып, оны жаздым. Ақырында осы біздің сот системасындағы мейтін бүгіндегі жемқорлықтың дәлелі сол маған сен қылмыскерсің деген жала жабылды. Одан кейін жаңағы осы заводтың иегерлері жаңа Мұқашевтар маған 92 миллиондық моральдық шығынды аламыз деп, олар тағы да мені сотқа берді. Білмеймін, 92 миллион деген қайдан шыққан? Сотта судьяның өзі одан сұрады, 92 миллион неден шықты? Дәлеліңіз бар ма деп, дәлеліміз жоқ дейді. Мен 5-6 мемлекеттік ұйымнан қағаз алдым. Районның архитектура, налоговойдан, әкімшіліктен, олардың салық төлемеген, ол заводтардың тіркеуден өтпеген, оларға жер берілмеген, топыраққа жаңа кірпіш алу үшін. Барлығын дәлелдеп сотта документтерді көрсетіп, судья соның бәрін еске алмай, жаңағы солардың
пайдасына шешіп мені жаңа жалақор деп тапты. Аяғы не болып шықты сонда? Аяғы сол маған 400 мың айыппұл төлейсің деген сондай шешім. 92 миллион әйтеуір азайды. 92 миллион бәрі мойныңызға алып. Оның өзінде жаңағы сотта жаңалар дәлелдей алмады. Мұсеке, сіз енді осы жемқорлыққа қарсы комитет бар, мына экология мәселелері бар, тағы азаматтардың жеке құқықтары мәселесінде көп араласып, көп осындай құқық бұзған жағдайларға байланысты араша түсіп жүресіз. Соңғы уақыттарда Астанада және осы Астана маңында баспана жер мәселесінің бір дауы қатты өршіп ушығып тұр. Әсіресе оралмандарға қатысты Қояндыдағы дау. Осы даудың да былай басы-қасында жүрсіз ғой. Жалпы осы Астанадағы халықтың соңғы уақыттарда бір баспана проблемасына, баспана дауларына көп ұшырап жатуының себебі неде? Бүгінде мен ойлаймын, Қазақстан үшін өте маңызды мәселе. Сырттағы қазақтардың келуі, қазақтың жалпы республикадағы елдің санының тұрақты болуы бүгінде оралмандарға көп байланысты. Сондықтан келіп, өмір сүріп, үй салып, жай салып отқан адамдардың өткендегі 11 үйді трактормен сырып тастауы, мен ойлаймын, бүгінде бір қазаққа, жалпы қазаққа жасалынған қиянат деп. Біз осы туралы 3 пресс-конференция өткіздік. Былайынан қарасаңыз, 10 шақты жыл бойы көшіп келген, оған архитектура қолдарына қағаз берген, жерлерін бәрін бөліп берген, бірақ содан кейін олар комиссияға апарып берген кезде, комиссия жаңағы жемқорлықтың нәтижесінде бір ақша тілеп отырады да, олардан жаңағы госактысын қолына бермейді. Олар госактысын алмағаннан кейін ол жердің егесі болып шықпайды деп жаңағы құқық қорғаушы органдар оларды жаңағы жаппай трактормен сыруға кірісті. Оның өзі мен ойлаймын, осы бүгінде бізге кадр мәселесінің проблемасы. 10 жылда мысалға сол Қояндыда 7 рет әкім өзгерген. Әр әкім келген сайын жаңағы жағдай өзгере бастайды. Жерді әртүрлі бөліп бере бастаған. Алдыңғы әкім оны шешуге тырысам, мен қатырам, үйтем-бүйтем деп жүрген кезде ол әкімнің өзі ауысып кетеді. Астана жаңадан салынып жатқан қала. Бұл Астана бір Қазақстанның бренді. Астанада дәл осы баспана дауының шығуы, кедейлердің, үйсіздердің осындай проблемаларын көптеп шыға беру, бұл Астананың мемлекет басшыларының имиджін жақсартпайды ғой? Әрине жақсартпайды. Ол енді Астана жалпы бүкіл Қазақстанға үлгі болу керек қой. Осы тарапынан. Ол халықтың барлығы жалпы өзімен. Неге бұны біздің мысалы шенеуніктер осыны ескермей отыр? Неге осының бәрін нөлден бастап, әліппеден бастап, неге барлығын таза жасамасқа? Неге жер бөлуді, үй берудің мәселелерін бір ретке келтірмеске? Біз осы мемлекетіміздің имиджін көп ойлап жүрген жоқпыз бүгінде. Бүгінде жаңа тек қана қалтаны теңгеге басу, жаңа құрылыс үйді бөлу, оның арасында пайда табу, мемлекеттің бюджеттің ақшасын шығару деген сияқты, меніңше бүгінгі біздің шенеуніктердің негізгі шаруалары сол. Ал енді мынау ауылдан осынша халық келеді, оларға үй-жай болу керек, оларға бір жағдай жасау керек деген жаңағы шетелден оралмандар келеді. 1-2%-тен кредит беру керек деген сияқты. Мысалы осы Түркменияның президенті ғана осы жақында ғана сондай шешімдер қабылдап жатыр. Сол сияқты біз де сондай шешім қабылдасақ болады ғой. 100 мыңға, 200 мыңға квартира алу деген бүгінгі еңбек ақымен есептегенде мүмкін емес. Мүмкін емес ол. Біздегі жемқорлыққа қарсы күрестің қаншама бағдарламалар жасалды елде. Осы ол бағдарламалардан тиімді нәтижелерді болып жатқан аса байқамаймыз. Өте үлкен дәрежелі шенеуніктер, облыс әкімдері сияқты адамдар жемқорлық дауына орнатты жатады. Жалпы осы барлық деңгейдегі жемқорлықты бір жоюдың, бір қоғамдық белсенді ретінде бір моделін, бір жолын ойлап тауып көрдіңіз бе сіз? Биылғы Нұр Отанның шаңырағында жемқорлыққа қарсы стратегияның биыл бекітілуі осы 12 қарашада, мен ойлаймын, үлкен бір Қазақстан үшін бір жаңалық. Соған енді мен де өз үлесімді қосып, кезінде 43 өзгеріс енгіздім. Соған 43 өзгеріс бердім, ұсыныс біраздар енді. Соған өзімді кішкене былай айтқан кездегі басу айтып, менің де үлесім бар ғой деген сияқты. Негізгі осы стратегияда бір Қазақстанның жемқорлыққа күреске қадамын кішкене үдете ма деген сондай үмітім бар. Бүгінде біз енді жарбір жемқорлықты осы мектептегі мұғалімдерге берген жаңағы тиын тебен 1000 теңге, 2000 теңге, не болмаса мынау дәрігерлерге берген справканы сатып алу үшін берген 1000 теңге, 2000 теңге, бір майда шүйденің
үйдің тұрмыстың төңірегіндегі әңгімелерді айтамыз да, жалпы жемқорлық бүгінде мына үлкен билік қызметте, оның ішінде мысалға сот жүйесіндегі системаны өзгерту керек деген мен ойдамын. Себебі бүгінде бізде құқық қорғаушы органдар айтады, бәрі сотта шешіледі дейді. А сотқа барсаң, сот ақты қара, қараны ақ деп отыр. Жемқорлыққа күресу үшін жаңа Сингапурдың мысалын пайдалануымыз керек, Қытайдың мысалын, тіпті мына Грузияның мысалын да пайдалансақ осы. Мысалы қалай айтыңызшы, бір нақты қалай мысалы? Жаңағы 3000-дай құқық қорғау орган адамдарын қамау керек, жаңағы 10 шақты министрді соттау керек, жаңағы 20-30 судьяны. Бізде де бұлай министрлер сотталып жатыр, әкімдер де сотталып жатыр. Ол аз ғой, ол біздің қоғамымыз үшін, біздің бюджетіміздің көлемі, жаңағы жалпы мынау миллиардтаған товар оборотқа қатысты, мен білемін, бүгінде ол өте аз көрсеткіш. Оның кәдімгі қолынан шап беріп, ұстап, оның қылмыскер есебінде жалпы қоғамға айтып, көрсетіп, жаңағы оны біз көрсете білуіміз керек. Бір жемқорлықпен күресу бір органның оған шамасы келмейді. Сондықтан біз халықты да, елге де сендердің өздерінің қолдарынан, әрине жаңа СМИ, бақ мәселесі. Бізде бүгінде ашықтықты насихаттаудың орнына олар жала жауып жатыр деп мысалға бақтарға тиісіп жатырмыз. Ол дұрыс емес. Мұсеке, сіз жаңа азаматтық қоғам дегенде айттыңыз. Жалпы осы азаматтық қоғам өкілдері ретінде қаншама бір ұйымдар, осындай қоғамдық бір топтасулардың басы-қасында жүресіз. Мысалы бір соңғы бір мысалы антигептил тобы, иә? Қаншама даудамай, қаншама жаңағы шағымдар, қаншама жаңа талап етулер өтті. Өткен жылдар әсіресе бұл өте күшті болды. Биыл бұл бір сәл бәсеңдеп қалған сияқты. Жалпы осы азаматтық қоғамның бір қозғаушы күші не? Оның бәсеңдетпей ұстап тұру үшін, жаңа сіз айтқандай жемқорлық бір жайлаған қоғамдарда сол әділетсіздіктермен күресіп отыру үшін оған қандай бір отын, қандай күш қуат керек оған? Жалпы өзі азаматтың отыны да бір маздап қалатын уақыт болады. Мысалға осы антигептил қозғалысымен кезінде біз өте жақсы бастадық. Себебі бүгінде мына протон, Қазақстанның болашағы, Қазақстанның жері, тазалығы демек сияқты өте күрделі мәселені көтердік. Бір топтың істеген ісіне жалпы халық қолдау көрсету керек. Олар үнемі оған қосылып тұру керек. Бізде мысалға басында жақсы бастадық та кейін азая бастады жігіттер. Ол енді қайта-қайта келіп акцияға қатысудың өзі Астанада жаңа 40 градус суықта оңай емес. Жігіттер жайлап қатары сирей бастады. Сондықтан бүгінде қоғам әңгімелескен кезде, сөйлескен кезде бәрі қолдайды, бірақ бірге акцияға шығуға мысалы көбінде өзінің күшін, қайратын көрсете алмайды. Сондықтан әрине қоғам болу керек. Қоғамда сондай талпыныс болу керек. Қоғамдағы қандай да бір әділетсіздіктермен күресіп жүрген, жемқорлық мәселелеріне қарсы күресіп жүрген, немесе басқа да экологиялық мәселелерге байланысты өзін қатып жүрген, талап қойып жүрген азаматтарға, азаматтық белсенділерге не тілер едіңіз? Олар нені ескеру керек деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, осы азаматтардың бір үміт оты өшпесін. Олар қайсарлы болсын, қажырлы болсын. Бүгінде болашақта мен ойлаймын, осы азаматтық қоғамның болашағы көп, болашағы үлкен. Барлығы сол азаматтық қоғамға байланысты. Бүгінде билік деген өзі мен ойлаймын, қазір алаң-елең құлағын түріп отыр. Мынау Ресейде не болып жатыр, Украинада не болып жатыр, жаңа араб елдерінде не болды деген сияқты. Қазір билік екі құлағымен екі жақты тыңдап, өз халқының жағдайында жаңа ертең майдан болып кетпесін деп көп нәрсені, әсіресе мысалға біз осында пресс-конференция қоянды мәселесі бойынша қайта-қайта келіп органның жігіттері келіп жаңағы біліп кетеді жағдайды. Осылар майданға айналып кетпес екен деп. Бүгінде осы жолда жалпы азаматтық қоғам мықты болу керек, қайсар болу керек, жаңа шаршамау керек, шалдықпау керек. Бірақ болашақта болашақтың бәрі азаматтық қоғамның болашағында ашық болатын, барлығы соларға байланысты болатын, солар түсіну керек. Рахмет әңгімеңізге. Рахмет. Әр жылы желтоқсан айы басталған кезде әурешілікке түсеміз. Біреулер жаңа жылға дайындалса, біреулер соғымды ойлап, енді біреулер студенттерді үйлеріне тарқатып, кей жұрт алаңсыз тәуелсіздік күнін күтіп, тағы бір азаматтар желтоқсан 86 мен Жаңаөзен 2011-дегі құрбандарды еске алып дегендей. Осы апта Алматыда сол бір қанды оқиғалардың құрбандарына дұға бағышталып ас берілді. Жекелеген азаматтардың бастамасымен әрине.
1 минут үнсіздікпен басталған асқа 150-ге жуық адам жиналды. Олардың қатарында белгілі ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері мен құқық қорғаушылар және журналистер болды. Жаңаөзен трагедиясында дүниеден озған 18 жаңаөзендік пен желтоқсан боздақтарының әруағына Құран бағышталды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Сондай-ақ жиналғандар 2011 жылы болған қанды оқиғаның себеп салдарына да тоқталды. Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуілі сол жылдың көктем айларында басталған болатын. Ерсай, Қаражамбас, Жаңаөзен мұнайшылары тиісті аймақтық коэффициенттің заңдастырылуын сұрап, еңбек келісім шарттарын қайта қарауды талап еткен болатын. Алайда жарты жылдан асқан бейбіт ереуілдің арты қанды оқиғамен аяқталды. Артынша осы оқиғаға байланысты 37 мұнайшы жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру, ұрлау, тонау баптары бойынша айыпталып, 2012 жылғы маусымда 13-і 3 пен 7 жыл аралығындағы түрлі мерзімдерге түрмеге қамалды. 21 жаңаөзендік шартты жаза алып, 3-еуі ақталған еді. Жаңаөзен ісі бойынша сол кездегі қала әкімі Орақ Сарбөпеев қылмыстық кодекстің 24-ші бабы бойынша 10 жылға сотталса, әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен саясаткер Владимир Козлов 7,5 жылға және 5 полицей 5 және 7 жылға сотталды. Рахат Көшеров, Нұрлан Мұңалбаев. Алматыдағы астың өткізуіне Мұхтар Тайжан, Рысбек Сәрсенбайұлы және Батырғали Әміре сынды азаматтар мұрындық болған. Жиында сөз алған зиялы қауым өкілдері бұндай қанды оқиға енді қайталанбасын деген тілекте білдірді. Топырақтан қазақ жасай алмай жүргенде шетімізден бөліп алып қара бермесін. Қолға түсе бермейік. Біргейік. Жер шалғай болса да көңіл жақын болсын. Қан текке төгілмесін. Қазір Жаңаөзен ісі бойынша сотталған 13 адамның 10-ы бостандыққа шықты. Тек Нарын Жарылғасынов, Мақсат Досмағанбетов және Қанат Жүсіпбаев қамауда отыр. Сағыныш Назар Дәурен Әбішев, Арман Досанов, Қазақ Ньюс апта. Ақын Болат Жетекбай Жаңаөзен оқиғасынан соң бұлай деп жазған еді. Мен не дейін, ел қырылған күн еді, содан кейін шаңды боран үдеді. Солып қалмай соға берді, әйтеуір сорғалың қазағымның жүрегі. Халқымыздың жүрегі солып қалмағаны, соғып жатқаны ақиқат. Сол жүректердің саулығы мен тазалығы, болашағы барлығымызға да байланысты. Келесі сенбіде амандықпен кездескенше.